Сәлем достар, бүгін менемен деп аталатын тағам дайындаймыз. Бұл тағам Түркия, Әзірбайжан елдерінде жиі дайындалатын таңғы астардың бірі. Менемен өте жылдам әрі оңай әзірленетіндіктен бойдақтардың тамағы деп те аталып кеткен. Небәрі 10 минутта дайын болатын менеменді дайындау үшін табаға майды қыздырып, жуаны ұсақтап, турап, қызарғанша қуырып аламыз. Содан соң қызанақтарды кубик етіп турап, әбден езілгенше қуырып аламыз. Содан соң тәтті бұрышты ұсақтап турап қосамыз. Көкөністерді қуырып болғаннан кейін шұжықтың кез келген түрін қоссаңыз болады. Мен бұл видеода сардельки қостым және дәмі де өте ерекше болып шықты. Ал енді менеменнің дәмін келтіретін бірден бір ингредиент жұмыртқаны қосамыз және үстіне қалауыңызша дәмдеуіштерді де қоссаңыз болады, яғни тұз, бұрыш, аскөк сияқты түрлі дәмдеуіштерді қосып, баяу отта бетін жауып 5 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей достар, менемен деп аталатын түрік таңғы асы дайын болды. Дайын болған соң ірімшікті үккіштен өткізіп, бетіне сепсеңіздер болады. Оңай әрі тез дайындалатын бұл тағамды сіздерге де дайындауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға сәттілік.